Жақында Құрбан айт келе жатыр жігіттер. Сол Құрбан айтты жақсы мейрам қылып өткізейік жігіттер. Байқайсыздар ма? Бізде кейбір кездерде осы Құрбан айтты бір мейрам емес, андай бір қайғылы күнге айналдырып алған сияқтымыз біз ше. Байқайсыздар ма? Құрбан айттан, айт намазынан шығады да адамдар. Ал так, короче, кім өлген еді? Да анау өлген, анау өлген. Ол ағайын туған туысқандар, ана алыстағы туысқандар кім өлген, соларды аралап кетеміз да, өлмегендерді ешкім арламайды. Өлгендерді бар Құран оқышу керек деп. Сол күн, бұл күн Құрбан айт күні, как будто мына Рамазан айының бір күн айты және Құрбан айтта 3 күн айт бар ғой, осы күндерде. Как будто бір өлгендерге Құран оқуға арналған күн сияқты да бұл күн ше. Енді дұрысынан түсінейік, кейбір кісілер осындай нәрселер айтылса, сонда не бұл жоқ па не, баяғыдан бері біз не істеп жүрік сонда деп шығатындар да болады. Істей бер, Құран оқыма деп жатқан жоқпыз. Прямой түсінетіндерге осылай айтайық та. Істей бер, Құран оқыма деп жатқан жоқпыз. Бірақ негізі бұл тек сол өлгендерге Құран оқып, деп келіп үйде бұл тоқтай салатын күн емес. Бұл мейрам қылып, ана қайтыс болмаған үйлерді де сыйлық апарып ше, кәдімгі сыйлық апарып, мейрам ретінде бірін-бірімен құттықтап. Мынандай ұсыныс қой менің, қара. Біздің балдарымыз, тілі шығып кеткен балдарымызға дейін ең шығып келе жатқан. Жаңа жыл десең бірден біледі. Неге? Өйткені ол күні олар сыйлық алады да, подаркілер алады. Сондай нәрселер ұйымдастырайық. Құрбан айт күні балдарымызға бір қыдыру ұйымдастырып ше, бір сыйлықтар беріп, жақсы сыйлықтар беріңіз. Неге? Ол кейін Құрбан айтты сен білесің ба деген кезінде, я ол күні мен білем, ол күнді мен сыйлық алған күнді балдар ұмытпайды да. Я білем деген сияқты ше. Осы күнді бір жақсы туысқандарды аралап сыйлық берісіп, Алланың құдіретімен болмайды деп жатқан жоқпын. Бірақ жаңа жылға 2 ай бұрын дайындаламыз ғой. 2 ай бұрын дайындаламыз ғой. Құрбан айтқа 1-2 күн кейбір кезде соншалықты не болып қалады. 1-2 күн қалған кезде кейбір кісілер өлә ертең Құрбан айтпа не деп жатады да. Білмейді да, даже ұмытып кеткен бұны ше. Бұл ағайындар, бұл ұмытып кететін күн емес бұл күн. Құрбан айт ше. Бұл үлкен мейрам біз үшін. Соны дұрыс қайтыс болған үйлерді Құран оқысақ оқи береміз ғой, ол проблема деп жатқан жоқпын. Бірақ сонымен шектеліп қалмайық. Бұны бір керемет анау балдарымыз ұмытпайтындай мейрам қылып өткізейік. 3 күн айт қой, арала